достар, бүгін бізде автошолуымызда Chevrolet Nexia 2020 жылғы. Дайын болсаңыздар. كل الحاجات الحلوة فيك أنا شفتها، أيام حياتي بحالها جنبك عشتها، وبقيت بعيش وياك عشان روحي معاك، بحبك بقى ومشاعري متصدقة. كل الحاجات الحلوة فيك أنا شفتها، أيام حياتي بحالها جنبك عشتها. Мотор 1.9, без сатылы механика. Ең базалық комплектациясы. Негізі бұл кузовта осы мотор ғана салынады. 1.5 105 или 106 аттың күші бар. Және 5 сатылы механика, және 6 сатылы автомат. Алдыңғы жағы кең радиатор турмен және стильді жарық диодты шамдармен жабдықталған. Жаңа буынға сай аэродинамикалық пішіні отын үнемдеуге де оң әсер етеді. Бүйірінен қарасақ, автомобильдің классикалық седанға тән сымбат сызықтарын байқауға болады. Артқы шамдарда жаңа стильде жасалған. Дөңгелек дискілері қарапайым. Жаңа айтылған базалық комплектация мен кейінгі комплектациялардың айырмашылықтарын айта кетейін. Базалық комплектацияда 14 радиустағы дөңгелектер салынады, жай темір дөңгелектер. Келесі комплектацияларда 15 радиустағы дөңгелектер салынады. Айналары қара түсті болып келеді. Ал келесі комплектацияларда айналары машинаның түсіне қарай боялады. Chevrolet Nexia'ның барлық комплектациясында алдында 2 airbag болады. Содан кейін бұл машинеде Android автомонитор салынған. Есіктегі карталары базалық комплектация мен кейінгі комплектациялар өзгеше болып келеді. Базалық комплектация болғанымен барлық терезелер қолмен ашылады. Багажнигі осы мына кнопкамен немесе кілтпен ашуға болады. Багажник шамамен 370 литр. Бұл көлік көбісі Chevrolet Aveo мен шатастырады. Дегенмен Chevrolet Aveo кузовта 2005 жылдан бастап шығарылған. Бірақ айырмашылығы өте көп. Бұл жаңа двигатель және Chevrolet Aveo екі кузовта шығарылған. Седан және хэтчбек немесе хэтчбек. Сол седанның артқы жағы алынған. Бұл дизайнда және жаңа хэтчбектің алдыңғы шамдары алынған. Және Қазақстан нарығына бір жылдары Ravon R3 ретінде келді. Бұл машинелер жақсы сатылды. Сұранысқа өте ие. Негізінде бұл менің көлігім. Бүгін алдым. Нарықтағы орта бағасы 4 миллион 100 мың. Сәл арзандап алдым. Толығымен өз каскасында. Осы күнге дейін 84 мың шақырым жүрген. Енді бұл көлікке мен біраз жоспарларым бар. Ол да келесі бөлімде көрсететін боламын. Салыстырмалы түрде қандай өзгерістер жасалды. Сыртқы жағына, сыртқы келбетіне, ішінде мүмкін қандай да бір өзгерістер енетін шығар. Енді ең біріншісі жасайын деп отырғаным. Қазір бастайын. Машинаға тонировка жасайын. Содан кейін қысқы дөңгелекпен жүр бұл машина. Жазғы дөңгелек тапсырыс беріп қойдым. Сосын ерекшеленетін бір-екі заттарды тапсырыс бердім. Енді ол наурыз айына дейін, наурыз 22 наурызға дейін келу керек. Бұйырса үлгеріп жатсам, онда 22 наурыз күні салыстырмалы түрде тағы да бір видео түсіремін. Мен жолдас балам алған осындай автокөлікті 2021 жылы. Осы уақытқа дейін 120 мың шақырым жүріп тастаған. Жаңағы тоғы өтер кездегі расходтарын ғана ауыстырдым дейді. Майын ауыстырған, фильтрларын ауыстырған. Өте мықты машина. Осы класста бәсекелестері бұл
Лада Гранта дейді. Автосалонда сол бағаға беріп отыр. Өзімде Лада Гранта болған. 2012 жылы салоннан алып, бір жылдай міндім онда машина. 8 клапанды. Бірақ Chevrolet бұл иномарка. Ол жаңа жүрісінен де белгілі. Өте жұмсақ жүреді. Chevrolet Nexia'ның барлық комплектациясында алдында 2 airbag болады. Және де дөңгелек қысымын көрсететін датчик. ESP пернесі, өшіру. Және де кондиционер. Достар, бүгінгі қысқадан нұсқа автошоуымыз осындай болды. Пікірлеріңіз болса жаза кетіңіздер. Және де жаңа Telegram мен Инста парақшамды көрсете кетем. Астында сілтеме бар. Тағы да қандай көліктерге шолу жасау керек болса, соны жазып, немесе осы шоу бойынша осы көлік бойынша сұрақтарыңыз болса жазып, онда да пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңізді көріп, менде де шолу жасауға өз-өзім ынталанамын. Жақсылық болсын, аманшылықта кездесек. Барлықтарыңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жаңа айтқанда Наурыз мерекесіне үлгерсем, екінші бөлімін түсірем. Ол кезде бұл көлікке қандай өзгерістер енгізілген салыстырмалы түрде айта кететін боламын. Сау болыңыздар. Combien vaut ton bling bling, je compte plus pour être honnête.